Қыз баламын, үйдің ортаншысымын. Кішкентай кезімнен бүкіл назар сіңіліме ауып, мен өз-өзіммен болдым. Сосын ба, тым қиялы едім. Неге екенін ағам тек сіңілімді еркелететін. Менің жасағанымның бірде-біреуі ұнамай ұрса беретін. Ауылдың шетінде тұрдық. Сосын да сыныптастарыммен мектептен тыс шығып, сөйлесе алмадым. Себебі ағам қатал еді. Ойнауға шығармайды. Рұқсатсыз шықсам ұрсатын. Кейін ол оқуға түсті. Оқып жүріп әскерге кетті. Сөйтіп далаға шыға бастардым. Көршілердің балаларды тек ер балалар. Қыз балалардың бәрі сіңіліме үйірсек. Менімен онша араласпайды. Мінезім тұйық болғасында шығар. Менің сыныптастарымнан тек бір ұл бала ғана көрші болды. Сонымен жақсы араластық. Сіңілім құрбыларымен ойнауға кеткенде сол баланың үйіне баратын едім. Сол кезде шамамен 6 не 7-демін. Ол қазір көшіп кетті. Түрі есімде қалмапты. Тек есімде қалғаны үйіне барған сайын ата-анасының болмауы. Мені шешіндіріп артымнан бірнәрсе істейтіні ғана. Ол кезде ондайды білмеймін ғой. Қазір есіме түссе өз-өзімнен жиіркенем. Өсе бастағанда басқа да көрші балалармен дос болдым. Олар темекі тартатын. Соларға еріп темекі де тарттым. Кейін саналы түрде бас тарттым. 5-ші сыныптан бастап әпкем мен жездемнің ауылына баратынмын. 7-ші сыныпта барғанда жездем түсініксіз әрекеттер жасай бастады. Ұйықтап жатқанда қолының сипағанынан оянып кетем. Қолым тиіп кетті деп өтірік айтады. Әпкеме айтқым келді, бірақ көңілі қалама деп ойладым. Олар жайлауда тұратын, душтары далада. Амалсыз сонда суға түсеміз. Есіктері аңғал-саңғал. Бірде бәрі ұйықтап қалды-ау деген түскі уақытта суға түспек болдым. Түсейін деп жатқанда артымнан біреу келгенін байқадым. Жездем екен. Өзі де шешініп келіп зорламақ болды. Айқайлап итеріп жібердім. Есін жиып кешірім сұрады. Әпкеме айтпауын, арасы суып кетсе менен де көңілі қалатынын айтты. Жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Келесі жылы әпкем тағы да шақыртты. Мен барғым келмеді. Кіші баласы ауырып қалыпты. Соны қаратам, жайлауда болшы деді. Қарсы болдым. Бірақ әпкем ренжіген соң, оның үстіне анам неге бармайсың деген соң келістім. Бұл жолы ондай жағдай болмас деп сендім. Қателесіппін. Тамақ даярлап жатқанда қасыма келіп, құлағыма сыбырлап, ұсыныс білдіре бастады. Абыройым үшін оны итеріп жібердім де құдыққа секіріп өлмек болдым. Артымнан қуып келіп, құтқарып қалды. Жылап кешірім сұрады. Содан кейін бармайтын болдым. Уақыт өз дегенін жасайды ғой. Мен 13-ке жеткенде әкем өмірден өтті. Үйде мені бәрінен қатты жақсы көретін сол еді. Өз-өзіне қол жұмсады. Қатты ренжідім. Өз ажалы жетпей өмірден бас кешкен үшін өкпеледім. Ешкімге сырымды айта алмаған соң желіден дос іздедім. Бір жігітпен таныстым. Таңды таңға ұрып сарласатынбыз. Еркелеті отыратын. Олай тіпті үйде де еркелетпеген. Маған қарындасындай қарады. Сөйтіп бауыр бастық. Виртуалды махаббатқа сенбейтін мен есімке ғашық болдым. Солай онымен телефон арқылы жүре бастадым. Жылы өтпей тұрып ағам үйленді. Бүкіл назары әйелі мен сіңілімде. Анама ішімде қайнап жатқандарды айтқым келмейді. Мұңайып қалады деп уайымдаймын. Ағам жұмыстан келгенде тәттілер әкеледі. Маған сен үлкенсің ғой деп әпермейді. Жеңгеммен сырлас бола алмадым. Сіңіліммен жақсы еді. Екеуі ренжісіп қалса да оны жақсы көреді. Менен гөрі сіңілімді жақсы көретін өзіме де айтқан. Бір күні ағам жеңгем екеуінің ұрысына мені кінәлады. Мен кінәм болса кешір деп бар өкпемді айттым. Содан кейін ауылда қалғым келмеді. Оқуға түстім. Жігітім келемін деп, үйленеміз деп жүрген. Бірақ басқа қызға үйленіп кетіпті. Ренжіген жоқпын. Тек жүрегім бір түрлі болып қалды. Енді сырласа алмаймын ешкіммен. Жездемнің әрекеттерінен шошынған соң ба, жүрегім шайлап қалыпты. Біреу тағы солай жасайды ма деп те қорқам. Жігітім қараптан қарап мені тастап кетпейді ғой. Оның да осы қорқынышымның кесірінен көңіліне тидім. Бәлкім содан шығар. Туыстарымның үйіне де барғым келмейді. Тағы сондай жағдай болама деп қорқам. Қазір тағы бір нәрсеге тәуелді болып алдым. Санам уланды.
Иә, бәрі сол кино қарағаннан басталды ғой. Ұятсыз кинолар мен видеолар қарай берем. Болды, қоям деймін де, қайтып қараймын. Не өз-өзіңді ұсталмайсың ба дейтін шығарсыздар. Иә, ұсталмаймын. Сенесіздер ме? Ер адамдардан қорқам. Мүлдем тұрмысқа шыққым келмейді. Себебі санамда ер адамдар тек бір ғана нәрсе үшін қызбен жүреді. Ойлағаны сол. Басқаға көз салады деген түсінік қалыптасып қалған. Ешкімге сенбеймін. Қазір жүйкем жұқарып кеткен сияқты. Тек сондай видеолар ғана тыныштандырады. Ашушаңмын. Өзімнің күнәһар екенімді біле тұра, бұрын намазға ниетім бар еді. Қазір олай емес. Осындай күнәлары бар адамды Алла кешірме деп те жылаймын. Тәуелділіктен қалай арылам? Ер адамдарға қорқынышта қалай жеңемін? Мен ендігі ғашық бола алмайтын шығармын.